Достар, сәлем. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де менің видеомды поделиться дегенді батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 5-ші жаттығу: суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтініңді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты сөйлемінен баста. Етістіктердің астын сыз. Көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Аспанда құстар ән салып жүр. Қысқы ұйқыға кеткен аю да апанынан шықты. Ағаштар бүр жара бастады. Адамдар да көңілденіп аула жұмыстарына кірісіп кетті. Мәтіндегі етістіктер: оятты, салып жүр, кеткен, шықты, жара бастады, көңілденіп кірісіп кетті. 6-шы жаттығу: берілген сөздердің бәріне ортақ етістікті тап. Аққу, кеме, үйрек жүзеді, көбелек, ұшақ, инелік ұшады. 7-ші жаттығу: сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Сайрады, жарқылдады, үрді, оқыды, ойлайды, жазады, көрді, жинайды, гүлдеді. Заттың іс-қимылын, әрекетін білдіреді. Не істеді, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктерге сұрақ қой, оларды тиісті сұрақтардың тұсына жаз. Не істеді? Сайрады, жарқылдады, оқыды, гүлдеді, қайтты, үрді, көрді. Не істейді? Ойлайды, жинайды. 8-ші жаттығу: көркем жаз. 9-ші жаттығу: анаңмен зоодүкенге бардың. Саған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 сөйлемнің қайсысын таңдайсың? Ең соңғысын таңдаймын. Анашым, әдемі тотықұс екен, алайықшы, мен өзім қарауға уәде беремін. Сау болыңдар балалар.